Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен өте дәмді лағман дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 300 грамм ұнды електен өткізіп дайындап аламыз. Оның үстіне бір жұмыртқаны саламыз және жарты шай қасық тұз, 120 грамм су қосып, қамыр біріккенше қамырды илейміз. Суды аз-аздан құйып отырамыз, бірден құймаймыз. Қыздар, менің каналыма жазылып, лайк басып кетіңіздер. Комментария жазуды ұмытпаңыздар. Қамырды осылай илейміз, біріккенше. Мен суды аз-аздан құйып отырдым. Қамырды жақсылап қарып, илеп аламыз. Осы әдіспен жасасаңыздар, өте дәмді лағман болып шығады. Қамыры үзілмейді. Қамырдың басы біріккенше жақсылап илейміз. Бір-екі рет бетін жауып, тынғаннан кейін тағы да бір-екі рет илесек, қамырымыз одан да жылтырап әдемі болып тұрады. Міне, мен бір-екі рет қайтарып илеп, оны енді жаямын. Қамырды дөңгелек етіп жайып, оқтаумен ұзын-ұзын етіп кесеміз. Қамырды осылай жайып аламыз. Осылай жайылған жетеді. Енді бұны пышақпен ұзын-ұзын етіп кесіп аламыз. Бөлшектерге бөліп. Барлығы біркелкі болып шығуы керек. Осы кесілген қамырларымызды енді алақанның көмегімен жаямыз. Думалатамыз алақанымыздың көмегімен. Ыдысымызға кішкене ғана май сүртеміз. Көп сүртудің керегі жоқ. Көп майды қажет етпейді. Чұқа етіп кішкене ғана табамызды. Ыдысымызды майлаймыз. Оның үстіне жаңағы жайған қамырларымызды біртіндеп қоямыз. Бір-біріне жақын қоямыз. Жабыспайды, май жағылған. Осылай бөліктерге бөлінген қамырды жаямын. Егер сіздер көбірек істеймін десеңіздер, осы рецепті 2 есе ғып істеулеріңізге болады. Бетін жауып қоямыз. Салафанмен ауа кірмейтіндей етіп жақсылап жауамыз. Енді қамырымыз тынғанша біз подливамыз жасаймыз. Ол үшін етті ұсақтап тураймыз. Жіңішке етіп, ұзынша етіп. Осылай мен көрсеткендегідей турайсыздар. Енді туралған етімізді бір ыдысқа салып, 2 ас қасық соя құйып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай кішкене тұз салыңыздар. Сол кезде еттің дәмі одан да тәтті болады. Сояға біраз тындырып қойсақ, және жұмсақ болады піскен кезде. Осылай араластырып, бір 10-15 минутқа қойып қойдым. Енді етіміз тынғанша пиязымызды турап дайындай береміз.
Қызып тұрған табамызға 80 грамм май құямыз. Енді етімізді салып қуырамыз. Қызарғанша жақсылап қуырамыз. Енді оның үстіне жаңағы туралған пиязымызды салып, тағы 2-3 минут қуырамыз. Енді болгар бұрыштарын 4 бүршек етіп турап аламыз. Оны да қосып 2-3 минут қуырамыз. Жарты ас қасық томат салдым. Екі қызанақты тураймыз 4 бүршек пішінде. Оны да үстіне салып, жақсылап қуырамыз. 2-3 минут жетеді. Тұз саламыз, дәміне қарай жарты шай қасық. Туралған қызанақтарымызды салып қуырамыз. Енді ұсақтап туралған сарымсақтарымызды оны да қосып қуырамыз. Сарымсақ өте ерекше дәм береді. Жақсылап қуырамыз. Енді ұсақтап туралған көкөністерімізді үстіне саламыз. Укроп салдым мен. 100 грамм суымызды енді үстіне құйып, бұқтырамыз. Жай оттап қайнап шыққаннан соң. Бетін жай қылып, бетін жауып тастаймыз. Енді жаңағы қамырларымыз тынды. Оны алақанымыздың көмегімен осылай ұзынша етіп тағы да жаямыз. Қамырларды ыдысқа реттеп саламыз. Оны тағы да бір 20 минут 15 минут тындырып аламыз. Тынған қамырларымызды осылай мен көрсеткендегідей қолымыздың көмегімен созамыз. Оны бір шетке жайлап қоя береміз. Әрбір қамырды созып, бір шетке қойып, ұшын өзімізге ыңғайлы етіп қойып алуымыз керек. Келесі созғанда алуға ыңғайлы болу үшін. Міне мен бәрін созып алдым. Енді қолыма барлығын жақсылап алып алдым. Орап, столдың бетіне қамырды ұрып созамын. Осылай столдың бетіне қамырды ұрамыз. Үзілмейді. Өте керемет болып шығады қамыры. Енді қайнап тұрған суымызға дәміне қарай тұз қосамыз. Жаңағы созған лағмандарымызды салып, қатты отта қайнатып, бетін жауып пісіріп аламыз. Міне жабыспай бір келкі әдемі болып созылған. Қайнап шықты. Міне осындай болып шығады нәтижесінде. Өте дәмді лағман болды.